Бірге Craft KZ арнасы, және бүгін біз Майнкрафтты бастайтын боламыз. Майнкрафттағы выживаниені бастаймыз. Қазір біз жаңадан выживание ашатын боламыз, және бұл выживаниенің аты кәдімгідей выживание деп қоя салайық. Выживание нормально тұрсын, четейді қосамыз, және бесконечный, және бастаймыз. Міне қазір бастаймыз. Және бұл менің алғашқы түсірген видеом болғандықтан енді менде Android болатын болады. Және қазір первый лицо қойып аламыз. Лицо. Енді біз выживаниемізді бастайтын боламыз. Қазір ағаштарды іздейтін боламыз. Ағаштар әне жүр. Тамақ алып алайық. Міне 3 тамақ алып алдық. Міне шерсть. Қара шерсть. Алып алдық. Енді ағаштарды шауып бастайтын боламыз. Бірақ қазір бізде еш нәрсе жоқ, сондықтан қолмен шабатын боламыз ағаштарды. Қазір осыдан версия жасап, және өзімізге балта, қылыш, өзімізге керекті заттардың бәрін жасап алатын боламыз. Бізде Android болғандықтан бұл жерде өздері беріліп тұрады, және біз соны өзіміз жасайтын боламыз. Міне бір версияға алып аламыз. 4 палка жетеді. Версияға қылыш, кирка болды, қылыш, кирка, тағы бір нәрсе жасап алатын боламыз қазір. Бізге не керек? Палка және балта болды. Версиямызды алып алайық, және бізге енді шошқаны өлтіре салайық. Міне алдық. Енді бізге не істеу керек? Бізге енді шерсть керек. Шерсті қойдан аламыз, және тамақтар өте қажет болады бұл выживаниеда. Асқабақтар. Әне шерсть. 2 шерсть көріп тұрмын. Бірақ бір қара. Біз қазір қара төсек жасайтын боламыз. Бірақ көбінесе ақ қой кездескендіктен ақ төсек жасауымыз мүмкін. Міне 2 шерсть алдық, біреу ақ, біреу қара. Енді бізге не керек? Енді бізге тағы бір кирка жасап алып, сонымен біз шахтаға түсуіміз қажет. Ең алдымен булыжниктарды дарып, және ол булыжниктардан кирка жасаймыз. Міне ағаштарды ең алдымен шауып аламыз балтамен. Балта жасап алдық жаңа. Бізде верстак бар. Төрт палка, және бір кирка, тағы бір кирка жасауға керек болады.
және тағы бір қылыш және сундук керек болды. Кеттік біз тастарды, лужниктарды жарып өзімізге алатын боламыз. Бұл басқаша. Не осы жерден бастаймыз. Міне шықты. Енді железо, алмаз бәрін осы жер астынан өте терең қазып жасауымыз қажет. Міне тастар өзі шықты. Тастар жинап аламыз. Және біз өзімізге тастан үй соғатын боламыз. Немесе ағаштан. Қазамыз. Тастар бізге өте қажет. Кирка жасауға. Міне. Кирка жасауға және өзімізге қажетті құралдарды жасауға. Тастар қазірше жетеді. Енді біз қазір өзімізге тастан кирка жасаймыз. Қой бар ма? Қой жоқ екен және. Верстак. Және бір кирка, палка, қылыш және балта болып кетеді. Қанисаттарымызды алып аламыз. Шошқа жүре берсін. Енді не істейміз? Біз енді бізге негізі үй керек. Үйге біз деревянный жителдерден аламыз ба, немесе өзіміз жасаймыз ба? Қазір көреміз. Қане тезірек. Мына жерде құм. Негізі құмдарда үйлер көп кездеседі, бірақ олар өте әлсіз болады үйлер. Біз қазір үстімен шығайық. Және біз достар өзімізге қазір керек заттарды жасап алған болатынбыз. Біз осы жерден тоқтатамыз ба, әлде тоқтатпаймыз ба? Қазір көреміз. Судың арғы бетіне өтіп алайық. Жүреміз. Міне мыналардың барлығы ағаштар. Және біз бүгін осы ағаштар өшерін қазып бастайық. Басқа заттар табылмады. Сондан осы заттарды, осы ағаштарды қазатын боламыз. Қазамыз деппін ғой. Осы ағаштарды шауып алатын боламыз. Ағаштардан біз үй жасаймыз ба? Өте көп ағаштар қажет болады бізге. Үйге.
Және біз шахтаға кіруіміз керек. Міне кетті. Негізі біз екі түрлі ағаш болып кетті бізде. Міне мына ағаш ұзын екен. Және мен осы видеоны бірінші түсіріп жатқандықтан ең алдымен выживаниядан бастайын дедім. Және өзім білетін керек заттарды жасауды кейін үйренетін боламын. Тым болып жатыр. Енді бізге не қажет? Негізі бізге қара шерсть керек. Бірақ қазір біз азан қойып алайық. Немесе қазір зомби аномалар шығып кетеді. Скелет дегендей. Кастаймыз еді. Не болды? Жаңадан азан басталды. Ағаштарды қазып және достар, осы жерде мен видеоны тоқтататын боламын. Және екінші бөлімін енді шығаратын боламын. Сол екінші бөлімде біз үй саламыз, немесе осылай тағы да ағаштарды жинайтын боламыз. Ағаштарды жинаған дегенде енді немесе тағы видео түсіремін және оны өзімнің білетін программаларымды сіздерге айтатын боламын. Сау болыңыздар, сіздермен болған Крафт KZ арнасы, және осы менің каналыма жазылыңыздар және лайк басыңыздар. Қош болыңыздар.